Достар, Among Us дейтін ойынды барлығыңыз білетін шығарсыздар. Өйткені соңғы кездері бұл ойын өте атақты болып кетті. Жалпы ойын егерде білмесеңіздер 2018 жылы шыққан, бірақ осы жылы ғана ұшып кетті. Мен де осы ойыннан өзімнің бірінші каналымда бірнеше видеолар шығарған болатынмын. Ал енді сіздерге осы ойын туралы өз ойымды айтқым келіп тұр. Бұл видеоны шағын шолу деп айтсаңыздар да болады. Ал кеттік. Among Us, яғни қазақшаға аударатын болсақ, біздің арамызда. Ойынды шығарған компания Inner Class. Осы компанияның бұрынғы ойындарымен де таныспын. Мысалы, ол Генри Стикман. Ол ойында 2D стильде жасалған, алайда Among Us сияқты атақты болды деп айта алмаймын. Бірақ Генридің де біршама фанаттары болды. Соның ішінде мен де бармын. Өйткені менде каналыма бірнеше рет Генридің оқиғаларын түсіргенмін. Неге компанияның басқа ойындарына қарағанда Among Us атақты болды десеңіздер, оны мен де білмеймін. Менің ойымша, ойын онлайн болғасын атақты болып кетті. Өйткені бұл ойын шынымен де адамды қызықтырып біледі. Ойнау барысында сіздерге басқа адамдармен сөйлесу керек болады. Өзінің сатқын емес екенінде дәлелдеу керек болады. Әрине, бұның бәрі неше түрлі қызықты сәттерге әкеледі. Ойнағанда неше түрлі эмоциялар аласыздар. Мысалы, мен де ойнағанда неше түрлі эмоциялар алған болатынмын. Қай задание? Ой-ой-ой, мына жанды жеймін. Ойынның шарты ережесі туралы айтатын болсақ, ол өте оңай. Әрбір адам ойынды бір-екі рет ойнағаннан кейін шамамен түсініп кетеді деп ойлаймын. Бір жағынан бұл ойынды біз баяғыда мектептен, университеттен мафия ойыны арқылы білеміз. Оның да ережесі дәл осындай болған. Егерде сіздер бұл ойын туралы бірінші рет естіп отырсаңыздар, сіздерге түсіндірейін. Бірнеше топ адамдары болады, және солардың ішінде біреуі немесе екеуі сатқын болады. Ол сатқындар ойын барысында саботаж жасап, адамдарды алдап, өзін білдірмей топты жайлап бір-бірлеп қыруы қажет. Ал қарапайым адамдар болса, кім сатқын екенін табу керек. Ойында дауыс беруге болады. Кім адамда ең көп дауыс болады, сол адамды барлығы сатқын деп қуып жібереді. Егерде өлген адам қарапайым адам болып шықса, ойын жалғаса береді. Ең соңында командада бір қарапайым адам және бір сатқын қалғанда ғана сатқын ұтып кетеді. Команданың ішіндегі сатқындар кім екенін білу үшін сіздерге мұқият болу керек. Камераны тексеріп отырсаңыз, сатқын адам өлтіргенін көріп жатсаңыз, сіз чатқа жазып бәрін сол адамға дауыс беруге мәжбүрлей аласыз. Әрине, егерде барлығы сізбен келіссе. Егерде ортақ шешім болмаса, дауыс беру тоқтатылады және ойын жалғаса береді. В общем, түсінген шығарсыздар деген ойдамын. Жалпы қиын емес ойын. Ойын туралы өз ойымды айтсам, маған ойын ұнайды. Иә, мен бұл ойынды күн сайын ойнаймын деп айта алмаймын, алайда арасында достарымен көңіл-күй көтеру үшін ойнауға болады. Айтпақшы, бұл ойынды компьютермен де, телефонмен де ойнауға болады. Бірақ ПК версия 1000 теңге тұрады, ал телефонда сіздер тегін ойнай аласыздар. ПК мен телефон айырмашылықтары да бар. Мысалы, телефонда реклама бар, және кейіпкердің киімдерін тек қана донат арқылы алуға болады. Ал ПК версияда реклама жоқ және кейіпкерлердің киімдері тегін болады. Сонымен қатар ПК версияда ойнау ыңғайлы деп ойлаймын өз басым. Менде бұл ойын телефонда да, компьютерде де бар. Ал сіздер достар қайсынан көп ойнайсыздар? Телефонда ма немесе компьютерде ме? Комментарияда жауаптарыңызды күтемін. Ал осымен келесі кездескенше ұнаса лайк және арнаға тіркелейік. Сау болыңыздар.